Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат. Ж дыбысымен әрпі. Бұл сабақта әріпті танисың, ажыратасың, оны дыбысқа сәйкестендіресің. Сөздің буыннан тұратынын түсінесің, және сөздегі буын санын анықтайсың. Тыңдалған мәтінге көз қарасыңды жай сөйлеммен білдіресің. Балалар, біз осы бөлімде өткен әріптерді еске түсірейікші. Ың, ө, з, ә. Бүгінгі ж әріпімен танысатын боламыз. Балалар, ол үшін алдымен бейнебаянды тамашалаймыз. Ж әрпі. Ж әріпі. Жіп. Жіп. Жол. Жол. Жаз. Жаз. Жел. Жел. Жаңбыр. Жаңбыр. Жапырақ. Жапырақ. Жастық. Жастық. Жапалақ. Жапалақ. Жұмыртқа. Жұмыртқа. Жолбарыс. Жолбарыс. Жүгері. Жүгері. Жүзім. Жүзім. Балалар, біз бейне баяннан не көрдік? Дұрыс айтасыңдар. Біз бейне баяннан жіп, жол, жаз, жел, жаңбыр, жапырақ, жастық, жапалақ, жұмыртқа, жолбарыс, жүгері, жүзімнің суреттерін көрдік. Осы сөздерде бүгінгі өтетін ж дыбысы кездеседі екен. Балалар, мына суреттерге қарайықшы. Суреттерден заттардың атауларын атап шығайық. Жылқы, жіп, жарас, жолбарыс, жапырақ, жүрек. Енді келесі суреттерге назар аударайық. Суретте қандай әріп көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, ж әрпін көріп тұрмыз. Дыбыс түрлерін қалай ажыратамыз? Ж дыбысы қандай текшемен белгіленіп тұр? Дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбыс қызыл текшемен, дауыссыз дыбыс көк текшемен белгіленеді екен. Олай болса, ж дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Бірінші суретте ненің суретін көрдіңдер? Тамаша, жүзімнің суреті екен. Жүзім сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Жүзім сөзінде 5 әріп, 5 дыбыс бар екен. 3 дауыссыз, 2 дауысты дыбыстан тұрады. Ж дыбысы қай жерде айтылып тұр? Ж дыбысы сөздің басында кездесіп тұр екен, иә балалар? Екінші суретте ненің суретін байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл аюдың баласы қонжық екен. Қонжық сөзіне назар аударайық. Қонжық сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар екен? Иә, дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Бәрекелді. Қонжық сөзінде 6 әріп, 6 дыбыс бар екен. 2 дауысты, 4 дауыссыз дыбыстар болады. Ж дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі екен? Тамаша. Ж дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр. Келесі суретте не көрдіңдер? Жарайсыңдар балалар. Бұл су жануары морж екен. Морж сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар екен?
Ж дыбысы қай жерде кездеседі екен? Жарайсыңдар балалар. Морж сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс, Ж дыбысы сөздің соңында кездеседі екен. 3 дауыссыз, 1 дауысты дыбыстан тұрады екен. Балалар, олай болса, мына ережелерді есімізге сақтап алайық. Ж дыбысы дауыссыз дыбыс. Ж әріпі сөздің басында, ортасында, аяғында кездеседі екен. Жарайсыңдар. Балалар, сендер сөздерді буында оқып үйренген боларсыңдар. Олай болса, сөздер оқиық. Жаға, жасыл, жақсы, жылтыр, жарыс, жаса, жасау, жайлау, жаман, жауын. Жарайсыңдар, білімпаз балақай екенсіңдер. Балалар, енді сөздер оқып болсақ, мәтін тыңдайық. Мәтін жарыс деп аталады. Жарыс. Жарыс, жарас. Жайлауда ат жарысы өтуде. Жанаттың аты желден де жүйрік. Жарастың жорғасы мықты. Кім жарыс мәресіне тез жетеді? Балалар, мәтін қандай сөзден басталып тұр екен? Дұрыс айтасыңдар. Жарыс деген сөзден басталып тұр. Жарыстың түрлері көп. Бұл мәтінде ат жарысы туралы екен. Жарыста мәреге жеткен адам жүлдеге ие болады. Сендер қалай ойлайсыңдар? Кім жарыс мәресіне тез жетеді екен? Тамаша. Әрине, Жанаттың аты жүйрік болғандықтан мәреге бірінші келеді. Ендеше балалар, жарыс сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Жарыс. Жарыс сөзінде 5 әріп, 5 дыбыс бар. Буынға бөліп көрейік. Жарыс. Неше буын бар екен? 2 буын бар екен. 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыстан тұрады. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Енді балалар, алған біліміңді қолданып көр. Ол үшін келесі тапсырмаға назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыңдар? Осы суретке сәйкес сызбаны көрсет. Әрине, сендер дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Дұрыс жауабын көрейік. Ендеше, жолбарыс сөзі бірінші тұрған сызбаға сәйкес келеді екен. Жолбарыс сөзінде 8 әріп, 8 дыбыс, 3 дауысты, 5 дауыссыз дыбыс бар екен. Келесі тапсырманы орындап көрейік. Бұл тапсырманы да дұрыс табады деп ойлаймын. Ж дыбысынан басталатын сөзді белгіле. Қанекей, сендердің дұрыс жауаптарың жайлау сөзі деп ойлаймын. Ал енді Ж әрпінің дұрыс жазылу үлгісіне назар аударайық. Мұқият қара. Ж әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай, доға сызықты үлкен жол ортасынан айналдырып, төмен тартамызда, жазу жолының төменгі сызығына тигізе, доға сызықты сәл көтереміз. Жазу жолының жоғарғы сызығының доға сызықпен қиылысқан тұсына қаламыңды қойып, оңға қарай үлкен жол ортасына дейін көлбеу сызық түсіреміз де, бұрыш жасай отырып сызықты түк төмен жазу жолының төменгі сызығына дейін жалғастырып, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көтереміз. Бастапқы нүктенің тұсынан екінші доға сызықты оңнан солға қарай жүргіземіз. Ж әріпінің кіші әріпі.
жазу жолының ортасынан жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жоғарғы сызыққа тигізе, доға сыза отырып, төмен тартамыз. Сызықты астыңғы сызыққа тигізе, солға қарай иеміз. Доға сызықтың ортасына қаламыңды қойып, жоғары сызыққа дейін көлбеу сызық жүргіземіз. Сызықты төмен астыңғы сызыққа жеткіземіз де, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының ортасына дейін көтереміз. Енді осы сызыққа қосылатындай етіп, солдан оңға қарай жолды толтыра, тағы да доға сызық сызамыз. Балақай, көркем жазуға дайынсың ба? Тамаша. Онда дәптеріңнің бетін ашып, Ж әріпінің бас әріпі мен кіші әріпін жазып жаттығайық. Балалар, бүгін сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, балалар, біз бүгін Ж әріпімен таныстық. Құрамында Ж дыбысы кездесетін сөздерді білдік. Оны дыбысқа сәйкестендірдік. Сөздің буыннан тұратынын түсіндік. Буын санын анықтадық. Тыңдалған мәтінге көз қарасыңды жай сөйлеммен білдіруді үйрендің. Бүгінгі сауат ашу сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.